Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біз автосондағы жаңа тесттер талдайтын боламыз 2023 жылғы. Достар, видео басталмас бұрын сіздерге айтарым бар. Біздің YouTube арнада 1000-нан астам оқырман жиналды және көптеген комментариялар, көптеген лайктар басылды. Сол үшін сіздерге алғысым шексіз, достар. Ендеше видеомызды бастайық. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Бірінші сұрақ. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі тура, оңға және кері бағытта. Осы варианттар дұрыс. Бұл белгі тұр ғой, достар, мына жолда. Бұл қандай белгі? Ол тіке бағытта жүретін белгі, яғни мына сол жақтан шығып жатқан көліктер чисто осылай тіке бағытта жүреді, ол көліктер, яғни бір жақты қозғалыс ол жақта. Соны ескертіп тұр бізге. Бізге солға бұрылуға тыйым салынады. Өйткені ол жақтан бізде тіке бағытта жүреді барлығы. Соны ескертіп тұр. Екінші сұрақ. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Бұл белгі бізде аварияны қарасақ, белгінің күші жүру бөлігінің жабыны ылғалды болған уақытта кезеңінен қолданылады. В. Белгі жаңбыр мен қар жауған кезде ғана қолданылады. Достар, бұл белгінің астында тұрған бізде ешқандай қар, жаңбыр емес. Бұл белгі ескертеді, бізге жолдың ылғалдығын ескертіп тұр. Ылғалдық болған жағдайда осындай жылдамдықпен жүр деп бізге ескертіп тұр, яғни. Келесі сұрақ. Жүргізуші елді мекеннен тыс қозғалған кезде аялдама пунктінен қозғалысты бастаған автобусқа жол беру тиіс пе? Жол беруі тиіс, егер ол бағдарлық көлік құралы болса, яғни ол адам тасыса, яғни мемлекеттік автобус болса, рұқсат жол береміз оған біз міндетті түрде. Так, достар, елді мекеннен тыс. Достар, мен қателестім. Бағдарлық көлік құралына негізі жол беруі тиіс, достар. Автобусқа, достар, автобусқа деп. Мен, достар, қателесіп кеттім. Бұл жағдайда бізде елді мекеннен тыс деп тұр. Елді мекеннен тыс біз тиіс емеспіз жол беруге. Ал елді мекендерде жол беруіміз тиіс. Ол бағдарлық көлік құралы болса егерде. Ештеңе етпейді. Жаңа сұрақты, достар, скрин жасап алыңыздар, артқа айналдырып міндетті түрде керек болады. 4. Ақ автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Ақ автокөлігіне. Мінекей, ақ автокөлігінің жүру бөлігіне қарасақ, ол тура және солға жүруіне рұқсат, ал кері бұрылуға тыйым салынады. Тура және солға. Келесі сұрақ 5. Кенеттен қозғалысты жылдамдатумен пайда болған сырғу туындаған кезде газ басқышына қалай әсер ету керек? Газ басқышын толығымен босату, газ басқышына басуды өзгертпеу, газ басқышына басуды аздап бәсеңдету. Осы біздің жауабымыз, С варианты. Газ басқышына басуды аздап бәсеңдету. 6. Осы жол белгісі не туралы ескертеді? Бізде мына белгіні сұрап жатыр. Ол ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр. В вариантын оқымай-ақ қояйын. Бұл жерде дұрыс жауабы А варианты. Ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр. Демалатын жер ғой. 7. А1 қосымша санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалуға рұқсат етіле ме? А1 санаты деген қандай, достар? Оған бізде А1 санатына мопед, тағы не жатады А1 санатына? Яғни тек мопед та, по идее. Мен осы жайлы видео шығарған болатын. А1 қосымша санатына жататын ол бізде мопедтер. Және бұл жағдайда осымен қозғалуға рұқсат етіле ме дейді, тротуармен. Әрине, тротуармен жүруге тыйым салынады мопедтерге. Тек ол жақта жаяу жүргіншілер ғана жүреді. Жауабымыз дұрыс. Келесі сұраққа кеттік. Велосипедтің жүргізушісіне осы жағдайда оңға бұрылуға рұқсат етіле ме? Велосипед жүргізушісіне. Әрине, тыйым салынады. Мына жолмен де жүруге тыйым салынады. Артқа айналдырсақ велосипед жүргізушісіне. Себебі неге? Бұл жерде тек жеңіл автокөліктер жүруге рұқсат етіледі. Бірақ қаланың ішінде көрген шығарсыздар, шынымен салыстырсақ, велосипедтер бізде осындай көліктердің қасында жүреді, осындай трассада, немесе осындай тротуарлармен, адам жүретін жолдармен жүре береді.
негізінде тыйым салынады екен достар оған, велосипед жүргізушілеріне. Бірақ қалада жүрген кезде оларға ештеңе демейді да, шын мәніне келсек. Тыйым салынады. Мінекей анықтаманы оқысақ, велосипедшілер велосипед жолы бойынша, ал ол болмаған кезде жүрген бөлігінің оң жақ шеті бойынша қозғалады. Оң жақ шеті бойынша қозғалады мына автокөліктердің. Мына енді наглый етіп ортасымен жүруге тыйым салады. Біріншіден өзіне зиян тигізеді, көліктерге де зиян тигізеді. Оң жақ шеті бойынша ешкімге соқтығыспай, ақырын. 9. Тұрғын аймақта үйренуі мақсатында көлік жүргізуге рұқсат етіле ме? Әрине тыйым салынады. Себебі неге? Тұрғын аймақта бізде біріншіден 20 км жылдамдықпен жүруі тиіс, яғни одан асырмауы тиіс. Және де бұл жақта бізде балалар жүреді, балалар ойнайды, яғни тыйым салынады. Жаңадан үйреніп жатқан адамға өте қауіпті болып саналады. Біреуге зиян тиіп кетеді. 10. Жылдамдық артқан сайын бүйірлік аралық дейді. Жылдамдық артқан сайын бүйірлік аралық. Біз 10 сұраққа келіппіз. Так. Бұл жерде дұрыс жауап. Бүйірлік аралықты ұлғайту керек. Жылдамдық артқан сайын достар. 11. Көрсетілген жерде жолаушыны түсіру үшін жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіле ме? Түсіру үшін дейді достар. Әрине тыйым салынады достар. Бізде осындай бағдарлы көлік құралдарының аялдамасына, автобустардың аялдамасына адам түсіру үшін, адам мінгізу үшін тұруға тыйым салынады. Осындай жағдайда. Достар, келесі сұраққа кеттік. 12. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне солға бұрылған кезде кімге жол береді? Жеңіл автокөлік бізде солға бұрылмақшы. Мына белгіге қарасақ, басты жол белгісі, ақ автокөлік бізде басты жолда, және қою сызықпен беріліп тұрған, ол басты жолдың жүру бөлігі. Жеңіл ақ автокөлік бізде басты жолда, яғни бұл екі көлік бізге жол беруі тиіс ақ автокөлікке. Ал бұл жағдайда бізде мына бізде полиция, ода жарқылдақ шамшырағы және дыбыс сигналы ойнап тұр. Сондықтан оған жол береді ақ автокөлік. Кімге жол береді? Жарқылдақ шамшырағы және арнайы дыбыстық сигналы қосылған автокөлікке ғана. Келесі сұрақ 13. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Жеңіл автокөлікке. 300 метр дейді бізде ара қашықтығы. 300 метрден кейін басып озуға тыйым салынады. Белгіден кейін 300 метрден аспайтын аралықта бірінші қиылысты өтіп кеткеннен кейін дейді. Бұл жағдайда бізде достар, бұл жағдайда 300 метрден кейін басып озуға рұқсат етіледі. Және бұл жағдайда бізде 300 метрден асты ғой мынақты. 300 метрден өтіп кетті мына ара қашықтығы. Сондықтан 300 метрден кейін басып озуға рұқсат етіледі. Жаңа белгіге қарадыңыздар. 14. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті түрде жол береді. Балаларды өткізіп жібереді. Себебі неге? Бұл бізде автобуста балалар деген белгі тұр ғой. Осыны белгіні көргеннен кейін жеңіл автокөліктер жол беруі тиіс. Бұл жерде дұрыс жауабы А. Жылдамдықты азайтуға, қажет болған жағдайда тоқтауға және балалар тобын өткізіп жіберуге. Келесі сұрақ 15. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі қиылыстан бірінші болып өте ала ма? Өте алады, өткенде ода жарқылдақ шамшырағы жанып тұр. С варианты дұрыс. Келесі сұрақ 16. Автомагистрал бойынша велосипедтер мен мопедтерге жүруге рұқсат етіледі ме? Достар, бізде автомагистралда осындай велосипед, мопедтерге тыйым салынады және жаяу жүргіншілердің жүруіне тыйым салынады достар. Трактор, сосын мал айдауға тыйым салынады. Мен осы жайлы видео шығардым достар автомагистрал бойынша. Сол видеоны міндетті түрде қараңыздар. Ол жақта мен теориялық мәліметтер берем және де автосонда келетін сұрақтарды талдаймын сол жақта да. Тыйым салынады. 17. Көрсетілген белгілердің қайсысы тек өзі орнатылып тұрған жолаққа ғана қатысты? Бізде элементарный сұрақ өзі беріп тұр жауапты. Мына А белгісіне қарасаңыздар, бұл өзі
өзі орнатылып тұрған жолаққа ғана қатысы бар осы А жауабында. Тек А. 18. Жеңіл автокөлікке қозғалыстың шеткі сол жақ жолағына шығумен көлік арбаны басып озуды орындау рұқсат етіледі ме? Басып озуға рұқсат етіледі ме, достар? Достар, бізде осындай үш жолақты болса, мына оң жақ жолақта, яғни оң жақ жолақта мына қара автокөлік барады ғой, солай жүреді. Осы қарсы бағытта оң жақ және оң жақ жолақтағы жолақта қарсы бағыт, яғни. Ал мына сол жағында, ортасындағы емес, сол жағында ол осы қара автокөлікке қарсы бағытта келе жатқан көлік. Бір-біріне қарама-қарсы, яғни. Ал ортаңғы жолақ тек басып озуға ғана рұқсат етілетін жол, достар. Осындай жолдар бар бізде. Ортаңғы жолақпен жүрмейді, тек басып озуға арналған жол бұл. Сондықтан негізінде рұқсат етіледі. Мен ойымша бұл сұрақта дұрыс жауап қарсы көлік құралы болмаған кезде. Ал А варианты болып қалса ше, рұқсат етіледі деген. Ладно, Д вариантын белгілейік. Қарсы көлік құралы болмаған кезде. Достар, қателестік. Енді анықтамасын оқып алайық, өзімізде біліп алайық. Жүруге арналған үш жолағы бар жүргін бөлігі шеткі сол жағы қарсы қозғалысқа арналған. Сондықтан оған шығуға тыйым салынады дейді. Яғни біз ат арбаны өткізіп жіберуіміз керек екен. Сосын барып, жәлеп басып озып кетеміз. Жолымыз қате болды. 19. Жәбірленушіні тексеру кезінде әрекеттер тізбегі. А жауабы: тыныс алу жолдарын ашу, тыныс алуды тексеру, қатты қан кету тексеру. В. Сананы тексеру, тыныс алу тексеру, қан кету тексеру. Сананы тексеру дейді, достар, бізе. Түсінбегенім. В вариантымен келіспейміз. Ол жәбірленуші бізе оның санасын тексеріп не істейміз? Бұл жерде дұрыс жауап А вариант. Тыныс алу тексеру, тыныс жолдарын ашу, қатты қан кету тексеру. Так. Тыныс алу жолдарын ашу дейді. Мен ойымша, достар, дұрыс жауап В сияқты, сананы тексеру. Неге сананы тексеру деп тұр, түсінбедім. Комментарияға жазып кетіңіздер, медиктер болса. 20. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Қызыл автокөлік жүргізушісі кімге жол береді? Мына белгіге қарап алайық. Қызыл автокөлік бізде басты жолда, және ол тура жүрмекші бұл жағдайда. Бұл жерде бірінші трамвайға жол береді. Трамвай бізде басты жолда келе жатыр, өйткені қызыл автокөлікте басты жолда. Мына қою сызықпен берілген, достар, мына белгіде қою сызықпен берілген ол басты жолдың жүру бөлігі. Кім басты жолмен жүріп келе жатыр бұл жағдайда? Кімге жол береді? Бірінші трамвайға жол береді, содан кейін өзі өтеді қызыл автокөлік. Сосын жайлап жасыл автокөлік, сосын мопед өтеді жайлап. Тек трамвайға жол береді. Жауабымыз дұрыс. Келесі сұрақ. 21. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті ме дейді бұл жағдайда. Бізде сұрағымыз ашылмай жатыр, анимациялық сұрағымыз. Сәл күтейік. Бүгін ашылатын түрі жоқ. Ендеше өзіміз жауабымыз белгілейік, сонда анимация ашылады. Жауап белгілесек те ашылмай тұр. Мінеке, достар, ашылды анимация. Бұл жағдайда жол беруі тиіс осындай трамвайлардың қиылыстарында. 22. Қиылыстарда екі жолақты жолмен жүріп келе жатып, басып озуға рұқсат етіледі ме? Екі жолақты жолмен жүріп келе жатып. Рұқсат етіледі, тек реттелмейтін қиылыстарда рұқсат етіледі, тек мағыналы емес жолдардың қиылысында басты жолмен жүруге рұқсат етіледі. Тыйым салынады. Бұл сұрақта дұрыс жауап рұқсат етіледі. Қиылыстар екі жолақты жолмен
Так, жауабымыз қате. Дұрыс жауап С варианты екен. Тең мағыналы емес жолдардың қиылыстарына басты жолмен жүру кезінде рұқсат етіледі. Енді анықтаманы оқысақ, объяснение. Біркелкі емес жолдардың реттелмейтін қиылыстарында басып озуға тек негізгі жолда жүргенде ғана рұқсат етіледі. Тек негізгі жолда дейді достар. 23. Белгі нені білдіреді достар? Бұл белгі бізде жүк көліктерінің жүру үшін ұсынылатын бағыт. Кеттік 24-ке. Қан кету түрлерін көрсетіңіз дейді. Бізде қан кетудің 3 түрі бар. Ол капиллярлық, веноздық және артериялық. Достар, мен жақын арада бұйырса медициналық сұрақтарды талдайтын боламын. Енді Алла қаласа. Дұрыс жауап бізде С варианты. 25. Көк автокөлік жүргізушісіне ортадағы жолақ бойынша оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Оңға бұрылуға әрине тыйым салынады, себебі мына көк автокөліктің шыққан жолағын қараңыз. Ол тек тура бағытта ғана жүре алады. Ал оңға бұрылу үшін мына оң жақ жолақпен жүру тиіс. Сондықтан тыйым салынады оған достар. Жиырма алты. Жүргізушілердің қайсысына белгіленген бағытта қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Так, мына жүк автокөлік бізде ережені бұзды. Мына жолға қарасаңыздар, мына тура жүру белгісі, тек тура жүру белгісі екі көлікке де қатысы бар, себебі ортада орналасып тұр. Бұл автобус жүргізушісінің жолағында ғана орналасып тұрған жоқ, бұл қақ ортада екі көлікке де қатысы бар. Сондықтан бұл жерде ережені бұзып тұрған жүк автокөлігі, ал қозғалысты жалғастыруға рұқсат етілетін ол бізде автобус жүргізушісіне. Жүк автокөлігі ережені бұзды. 27. Күнделікті демалыс кезеңдерін жүргізуші мынаған пайдаланады. Не үшін пайдаланады екен демалыс кезеңдерді? Ол қалауы бойынша өзі біледі ғой. Осындай сұрақтар бар бізде автосында енді. 28. Осы жол белгілері не туралы ескертеді? Бұл нені ескертеді? 300 метрден кейін қауіпті бұрылыстары бар учаскелердің басылуы туралы. Ұзындығы 300 метр қауіпті бұрылыстары бар учаске 50-100 метрден кейін басталуы туралы. Ұзындығы 300 метр белгі қойылған жерден бастап. Қауіпті бұрылыстары бар учаскенің басталуы туралы. Ұзындығы 300 метр қауіпті бұрылыстары бар учаскесінің 150-300 метрден кейін басталуы туралы ескертеді. 150-300 метр. Достар, бұл бізде елді мекеннен тыс қой. Елді мекеннен тыс болып тұр. Сондықтан біздің дұрыс жауабымыз қайсы? Яғни Д варианты. Так, не дейді бізде? Шамалған дейді. Жоқ. Біз елді мекенге кіріп тұрық та. Елді мекенге кірдік біз. Жоқ, достар, бұл жерде дұрыс жауап В. Өйткені біз елді мекенге кіріп тұрық, және бізде елді мекендерде осындай белгі болса бұндай қауіпті бұрылыс, ол 50-100 метрден кейін басталады. Ал елді мекеннен тыс осы белгіні өтіп кеттік. Елді мекеннен тыс орналасса, ол 150-300 метрден кейін. Дұрыс жауапты өзі ақ беріп тұр бұл жағдайда. Сәл ойлансақ жеткілікті. 29. Қос дөңгелекті мотоциклдерге тіркеп сүру рұқсат етіледі ме? Қос дөңгелекті мотоциклдерге тіркеп сүруге тыйым салынады. Өте қауіпті, себебі тіркеп сүруге рұқсат етіледі мотоциклдерге тек оларда 3 доңғалақ болу керек және тіркемесі болу керек арнайы. Тыйым салынады. 30. Осы жүргізушілердің қайсы тіке жүруді жалғастыра алады? Бұл бізде жаяу жүргіншілерге арналған жол. Яғни бұл жағдайда бізде екеуіне де тыйым салынады жүруге. 31. Бұл жол белгісі ненің жақындаған ескертеді? Шлагбауммен жабдықталмаған бір жолды темір жол өткеліне жақындау. Бұл шлагбауммен жабдықталмаған. В варианты шлагбауммен жабдықталмаған екі және одан да көп жолды темір жол өткеліне жақындаусы. Шлагбауммен жабдықталмаған екі және одан да көп жолды темір жол өткеліне жақындау. Достар, бұл жерде бізде құлатқысы келіп тұр. С вариантына қараңыздаршы, достар, соңғы сөздеріне жақындау деп тұр, бұда, ал С-да дақындау деп тұр. Осылай құлатқысы келген екен бізде. Бұл жерде яғни дұрыс жауабы В варианты. Автосан өзі ақ беріп қояды барған жауаптарды. Адамдарға скидка жасап кәдімгідей өтіп кетсін деп.
Бірақ ойлану керек та кішкене. Адамдар әріптермен қателесіп кетеді кейбіреулері. 32. Елді мекеннен тыс автомагистрал емес жарықтанбаған жолда түнгі уақытта автокөлікті 100 км/сағат жылдамдықпен жақын жарық шамдармен жүргізу қауіпсіз бе? Иә, өйткені жылдамдық қағида талаптарына сәйкес келеді. В жоқ, себебі тоқтау жолы көріну қашықтығынан асып түседі, достар. Елді мекеннен тыс дейді. Достар, бұл жерде жауапты өзі беріп тұр. Автомагистрал емес дейді, достар, бізде. Ал автомагистрал болса рұқсат етілетін еді негізінде. Сондықтан бұл жағдайда жоқ, себебі тоқтау жолы көріну қашықтығынан асып түседі, достар. Жауабымыз дұрыс. 33. Көпірді кім бірінші өтеді, достар, бұл жағдайда? Осындай бізде екі көлік бірдей өте алмайтын жерлері бар. Осындай жағдайлары енді белгіге қарап өтеді. Мына жолда қарасаңыз, мына белгіге қарасаңыздар, ұзын сызықпен қайсы белгіленіп тұр? Ол қара. Кім ұзын белгі, кімде сызығы ұзын, ол бірінші өтеді. Яғни қара сызықпен тұрған ол бірінші өтеді. Яғни ол бізде жүк автокөлігі, қызыл бізде қысқа сызық. Сондықтан ол екінші өтеді. Қара бізде главный яқты. Қара сызық бірінші өтетін жүк автокөлігі. Жауабымыз дұрыс. 34-ке кеттік ал. Осы жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Анимацияның соңына дейін қарайық, достар. Біз тупы тұрамызда солға бұрылуға болмайды деп бас жіберсек, қате болады жауабымыз. Ана жақта көліктер кете ме? Жоқ, кетпейді екен. Әлі ол жақта кептеліс болып жатыр. Мына оң жақта көліктер де күтіп тұр оны. Енді бұл автокөлік не істейді? Қайда жалғастырады қозғалысын? Солға бұрылуына болмайды. Солға бұрылуына болмайды екен. Оны күткісі келмесе егерде. Тек кері бұрылу, тек солға дейді. Бұл жағдайда бізде тек кері бұрылу. Жауабымыз тек кері бұрылу. Егер күткісі келмесе да, оны кептелісті. Жауабымыз дұрыс. 35. 40 км-ден аспайтын жылдамдықпен қозғалатын трактор жүргізушісіне қиылыста қандай бағыттарда жүре алады? Достар, егерде жылдамдығы 40 км-ден аспайтын болса, бізде анимация қатып жатыр. 40 км-ден аспайтын болса, тек оң жақ жолақпен ғана жүре алады. Ал трактор міне сол жаққа шығып кетті ғой. Ол сол жаққа шыққан себебі ол солға бұрылуы, солға немесе бұрылу талаптарына сәйкес келеді. Сондықтан дұрыс жауабымыз тура жүре алмайды ол себебі. А вариантымен келісеміз. Мінекей айтып тұр, достар. Оң жақ жолақпен ғана жүре алады ол. Ана жолға түсті ғой, ана сол жақтағы жолға. Ол жаққа түссе де оң жақ жолақпен жүреді. Мына кері бұрылған жағдайда оң жақпен жүреді. Өйткені ол сол жақ жолақпен жүре алмайды. Осындай 40 км аспайтын, тағы не бар бізде? Мысалы, сіздің көлігіңізде 40 км аспайтын болса, мысалы, сынып келе жатса, сіз сондай жағдайда тек оң жақ жолақпен жүресіз. Сонда сізге қауіпсіз болады, және басқа адамдарға да қауіпсіз болады. Келесі сұрақ. 36. Осы жол белгісі нені білдіреді дейді? Ол бізде автомагистралдың белгісі, және бұл жағдайда автомагистралдың аяқталуы белгісі. Жауабымыз дұрыс. 37-ге кеттік, достар. Жүргізуші көрсетілген тәсілмен көлік құралын басқаруға рұқсат етіле ме? Рұқсат етіле ме екен көлік құралын? Я, тыйым салынады, осылай айдап келе жатқан адамды көрдіңіз бе шын өмірде? Жоқ, көрген жоқ шығарсыз енді. Тыйым салынады. Басын шығару болмайды екен. Мына жол белгілері ескертеді. Бұл белгі бізде С варианты келеді. 200 метрден кейін жолдың трамвай жолдарымен қиылысы пайда болатын, және одан жүргізуші трамвайға жол беруге міндетті екенін айтып тұр. Бұл белгіде. Дұрыс жауап С. Скрин жасап алыңыздар. 39. Балаларды тасымалдау танымдық белгісі орнатылады. А варианты: балаларды тасымалдаған кезде автобустарда және жүк автокөліктерінде, балалардың мекемелеріне тиесілі көлік құралдарына, мүгедек балаларды тасуға арналған көлік құралдарында. Бұл жағдайда дұрыс жауабы А варианты. Автобустарда, жүк автокөліктерінде орнатыла береді балаларды тасу.
40 сұраққа келдік. Соңғы сұрақ: жүргізуші көлік құралын тоқтатқан жағдайда ішкі істер полиция органының қызметкері оның рұқсатынсыз тастап кеткен, сондай-ақ олар көлік құралының кабинасынан шығу туралы талаптарды орындамаған кезде айыппұл салуға әкеп соғады. Ол жағдайда бізде қанша айыппұл? Мен ойымша негізі 15 аяқ сияқты, қателеспесем достар. Мен өзім қателесетінін біліп тұрмын бұл жағдайда. 5 аяқ. Ал 5 аяқ деп белгілейік. Достар, жауабымыз дұрыс. Мен көптен бері осындай тестке кірмеген едім. Сәл қателіктер болды бүгін достар. Ол ештеңе етпейді. Достар, біздің тестіміз аяқталды. Осымен біз 40 сұрақтан 37-сін жинадық. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгін видеоны қарағандарыңыз үшін. Соңына дейін мен сіздерге пайдам тиді деген ойдамын. Өздеріңіз білмейтін сұрақтардың жауаптарын алды деген ойдам. Достар, егер де бізде осы сұрақтарды бізден сатып алғыларыңыз келсе, біз 230-дан астам сұрақты нығыздап жабық телеграм каналға салдық. Ең келет деген сұрақтарды, жаңа сұрақтарды. Және сіз достар, ол сұрақтарды алған жағдайда біз сізге вождение автодром приложениесін тегінге беретін боламыз. Ол приложение бізде Play Marketте, App Store'да 999 теңге тұрады. Соны біз сіздерге сыйлыққа береміз. Ол курстың бағасы бізде достар VIP пакет дей салайын. Ол жабық телеграм каналда болады. Оның бағасы 990 теңге. Достар, ендеше барлықтарыңызға рахмет видеоны көргендеріңіз үшін. Ендеше сәттілік. Бұйырса автосонға барып, тест тапсырып, вождениені тапсырып, бұйырса өз праваларыңызды алуға тілектеспін. Барлықтарыңызға Алла қуат берсін. Сау болыңыздар.